Амансыздар ма отандастар? Ақордадағы бір кісілердің елді шатастырғысы келіп отырғаны ашыққа хабарланды. Аяғына дейін тыңдасаңыз жағаңызды ұстайсыз. Жақында Алтынбекті атты деген киллер түрмеден сұхбат беріп, саясаткерді өлтірген Рахат Алиев пен Әлнұр Мұсаев деген мәлімдеме жасады. Киллердің берген сұхбатының астарында не бар сіздің ойыңызша? Енді бұл қазір бүкіл ел осын талқылап жатыр. Мен кеше ғана көрдім мына киллердің берген сұхбатын, бір злобный татешки дейма, сондай бір каналмен шығарған. Енді менің ойым, бұның бәрі мына биліктің істеп жатқан әрекеті. Бұл билік болмаса, злобный татешки емес, ол Баба Яга мыстан кемпірді ол жерге жете алмайтын еді. Оның бәрін істеп отырған билік. Сондықтан ол бір жағы. Екіншісі, оның алдында президентке жолдаған хаты шықты киллердің. Енді ол жерде 18 жыл отыр. Ол 18 жылдың ішінде ондай бір ретті ондай хат шыққан жоқ. Соңғы президент биыл 5 жыл президент болып отырғанына. Ол 5 жылдың ішінде ондай хат, ондай хабар болып жатқан сыбыс болған жоқ. Сондықтан бұның бәрін жасап жатқан биліктің өзі. Ал енді мен қарап көрдім, былай айту бойынша, менің ойымша бұл жігіт именно сол киллер, өйткені кешеге берген несінде ол айтып отыр, бұл даже біліп отыр, атқан адам, өлтірген адам қалай құлайтын, қандай жаңағы жақын келуі мүмкін. Ол айтады, құлағанда беттерінде сындырып болады деді ғой. Значит, ол қалай? Ол бұны бұрыннан істеп жүрген. Бұл өзін өзі ақтаймын деп, өзін әрі қарай алып барып отыр, Ол бір жағы. Екіншісі, бұл өтірік айтып отыр. Бұның алдында Азаттық каналына берген Ғалымжан Жақияновтың сұхбаты болды. Сонда Ғалымжан айтқан, сол Алтынбекті өлтірден бір күн бұрын, ол екеуі бір Рамстолдың ішінде кафеге барып шай ішкенде, сонда бір бұрыннан жүрген бір бандитпен осы Ибрагимов екеуі отырған деп. Бұл кеше сұхбатында айтып отыр, еш уақытта оған дейін мен Алтынбек Сәрсенбаевты көрген адам емеспін деп. Сондықтан бұның бәрі өтірік. Оған мен ойлаймын, қазір бір биліктен тапсырма берілген. Енді айтып отырғаны рахат жоқ. Екінші айтып отырғаны Аман Мақажов деген, ол менің курстасым болған жігіт, оны жақсы танитын едім. Ол кезінде сол рахаттың оң қолы болған адам. Соның барлық бүліктеріне, бүлдірген істеріне қатысқан адам. Сондықтан, ал енді Әлнұр Мұсаев соңғы уақытта көп сөйлеп кетті шетелден. Мүмкін соған қарсы істеп жатқан нәрсе ма? Бірақ енді біз білмейміз, кім бұны қандай мақсатпен жіберіп отыр, соңғы осында. Енді бұл да бір операция жасалған. Артында не ой тұр, оны биліктің адамдары ғана біледі. Ал енді бұл істің айналасында іздейтін, тергейтін жағдай көп. Мысалға кезінде менің бір таныс жігітім болды, Марат Сабалақов деген. Сол маған кезінде айтқан, Рахат өлген кезде Австрияда, Венада, Австрияның заңы бойынша оған опознайын дейді ғой, тануға 8 адам қатысу керек екен. Бұрын танитын, бірақ мемлекеттік органдарға, мемлекеттік қызметке қатысы жоқ. Соның бірі болып жаңағы Марат Сабалақов барған. Сонда сол айтты, көрдім деді, Рахат жатыр екен, ісініп кеткен. Ал мен кезінде заң факультетінде оқығанда бізде судебный медицина деген бір сондай предмет сабақ болған, Сонда сол кезден білеміз, асыл өлген адамның бойында із қалады, странгуляционный маразда дейді. Жаңа жігіт айтты, Рахаттың бойында ондай іс болған жоқ деп. 8 адам қатысқан. Бірақ ол жігіт 20-шы жылы Испанияда үйі бар еді, сол үйінде жалғыз болған, сол күні мына аулаға шығып, далаға аяғы тайып, басы мен жаңағы жерге құлап, бір тасқа ұрынған, содан қайтыс болып кетті деп, сол 20-шы жылы февральда осы жерге келіп Жамбыл облысында жерледі. Ал қалған 7 адам кім болды тағы? Оған қатысқан. Рахатта сөйтіп опознанияға. Сондықтан бұл жерде бұндай жағдай көп. Енді билік бұны дәл ақиқатты табу үшін іздегісі келсе, онда кезінде Рахаттың айтқаны ол, зачем приезжал Абыкаев Клагенфурт деп. Вот сол жерге келді, сол жерде кездесу болды. Оны соңғы президент, ол кезде де осы ішкі істер министрі
кім қандай қатысты, енді ол жерде жай далада жүрген адам емес қой, Назарбаев пен Абықаев, иә. Олардың айналасында жүрген адам көп, біздің дипломаттар. Сол дипломаттардан мен ойлаймын, Тоқаев мырзада қай уақытта кездесу болды, ол қанша уақыт өтті, кім қатысты, қалай болды, оның бәрін біледі ол кісі. Бірақ екеуінің не сөйлескенін білмейтін шығар. Мен білем, ол сол кешкісін болған жағдай, аяз болған, и далада мына қонақ үйдің несі бар, ішінде жылы жерлері бар, кафе бірдеңе басқа жоқ. Назарбаев пен Абықаев аязда далада 1 сағаттай жүріп сөйлескен. Сонда Абықаев тоңып қалдым деп ана жігіттерге артынан айтқан. Соны тапқысы келсе, содан бастап іздеу керек. Не сөйлессіңдер сол жерде? Болды ма сол жерде іс жүзінде бірінші тапсырма сол Назарбаевтың атынан Алтынбек Сәрсенбаевты өлтіру туралы. Соның бәрін іздеу керек. Ал енді 22 жылы Алтынбекке де ауылында мектепке атын берді, бір билік көзқарасын өзгерткендей жасады, иә. Онда бардық, көрдік. Ал мен ойлаймын, ол биліктің қазір осы жерде ақиқатты табу мақсаты жоқ. Ондай мақсаты болса, былтыр өткен сайлауға Алтынбектің ағасы Рысбек ағамыз қатысты. Иә? Ол Рысбек ағаны осы соңғы 1,5 жыл уақытта жақсы араласып танысқан. Менің түсінгенім, ол кісі андай бір мансап қуып, бір билікке жету үшін жүрген адам емес. Сайлауға қатысқан мақсаты оның бір ғана несі болды. Осы Алтынбекті кім өлтірді, кім тапсырма берді, соның ана депутат мандатты алсам, оған мүмкіндігін көбейеді деп, осы жолмен жүрген адам. Ал билікті ақиқат керек болса, онда Рысбек ағаны өткізу керек еді. Ондай жағдай жасаған жоқ. 22 жылдың жазында Ерлан Карин Рысбек ағамен кездесті. Айту керек еді онда. Ал жарайды, біз сізді өткізбейміз сайлауға. Бірақ мына Алтынбекті өлтіру туралы ақиқатты ашып береміз. Тергеуді қайтадан қозғаймыз деп. Ондай жасалған жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, бұның бәрі кейлердің мақсаты біреу ғана, ол өзін осы жерде өтірік айтып, басын ақтап алу, ана жерде түрмеден шығу. Ал істеп жатқан бәрі осы билікте отырған адамдар. Ол енді көреміз, уақыт өтеді, сосын билікте болу керек. Осы айтылғандарды ескерсек, бұл жағдайда әркім өз мақсатына шешкісі келетіні көрінеді. Егер объективті информация алғыңыз келсе, арнаға тіркеліңіз. Біз билікті де, оппозицияны да жақтамаймыз.